Сондай-ақ бүгін қала әкімі Мұрат Айтенов шәкірт жолында талмай еңбек еткен және білім саласына үлесін қосып жүрген бір қатар мұғалімдерді марапаттады. Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу аса жауапты әрі күрделі міндет екенін айтқан қала басшысы әрбір ұстаз құрмет пен мемлекеттік наградаға лайықты екенін жеткізді. Ұстаз деген сөз қаншалықты қысқа болғанмен арқалаған жүгі өте ауыр. Ұрпақты тәрбиелеу мен білім беруде ұстаздардың еңбегі зор. Сондықтан да мәртебелі мамандық иелерінің қызметін өлшеусіз дер едім. Болашаққа жол сілтейтін мұғалімнің еңбегін лайықты бағалау өте маңызды міндет деді қала әкімі. Елімізде педагог қызметкерлердің қоғамды мәртебесі көтеру бағытында биыл жылына педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Сол заңның арқасында педагогтардың 30-50% аралығында айлықтарын көтерді, жалақыстарын. Сонымен қатар президентіміздің тапсырмасына сәйкес ел жолдауында педагог қызметкерлердің жалақысын 4 жылдың ішінде 2 есеге жоғарылайтын болатын атап өтті. Бұл ұлы абай адам бойындағы бар жақсылық ұстаздан деп айтқандай білім саласындағы жетістіктерге педагогтардың еңбексіз жету мүмкін емес. Бұл күні салтанатты жағдайда Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің еңбек ардагері медальмен нөмір 52-ші мектеп-лицейінің математика пәнінің мұғалімі ардагер Самсабек Болатбеков марапатталды. Ал Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісімен нөмір 38-ші мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімі Абдалиева, нөмір 47-ші Тәжібаев атындағы мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Айнабек, нөмір 1-ші лицей интернатының география пәні мұғалімі Арстанова, нөмір 2-ші мектеп интернаты директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Қарымбаева, нөмір 54-ші мектебінің директоры Мамашева, жол көлік колледжінің арнайы пән оқытушысы Тургунбаевалар алды. Осында отырған әрбір ұстаздарға осындай награданы берген кезде арнайы комиссия құрылды. Комиссияның тарапында білім министрлігінен алгоритм берілген болатын. Бұл наградаға ие болатын азаматтар мен азаматшалар республикалық, халықаралық деңгейдегі өзінің немесе өзінің шәкіртінің дәрежелерін көрсету керек болатын. Дәл сол өзінің жұмыстарымен осындағы тұрған ұстаздар, басшылар болса өзінің басшылық әдіс тәсілімен, ұстаздар болса өзінің ұстаздық шеберлігімен барлық параметрге лайық болып, халықаралық деңгейдегі үздік көрсеткіш көрсеткен ұстаздар осында жиналып отыр. Бұдан бөлек нөмір 90-шы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі Есенбекова, нөмір 46-шы мектеп лицей директорының оқу әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары Жұманова, нөмір 7-ші IT мектеп лицейінің математика пәнінің мұғалімі Сәрсенова, нөмір 8-ші мамандандырылған гимназиясының директоры Сахова, нөмір 1-ші мамандандырылған IT лицей интернатының география пәнінің мұғалімі Шилмирзаева мен политехникалық колледжінің оқытушысы Арынбаев. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен наградталды. Өркен Мырзабек, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.